Төле би шамамен 1663-1756 өмір сүрген. Төле би қазақтың Тәуке, Болат, Әбілмәмбет, Жолбарыс, Абылай хандарының тұсындағы қоғам қайраткері, атағы жер жарған шешен, ойшыл дана, ұлы жүздің бас биі, 7 жарғы заң жинаған шығарушылардың бірі. Төле би өз халқының шешендік ақындық дәстүрін жастайынан бойына сіңіріп өскен, зерделі, сауатты адам болған. Төле жастайынан ескіше оқып, сауатын ашады. Арабша, парсша тарихи кітаптарды, аңыз, қисса хикаяларды көп оқиды. Қазақтың аңыз әңгіме, өлең жырын, шежіре тарихын ел арасынан тыңдап, өзінен бұрынғы өткен шешен билер мен хандар, әсіресе өз бабалары Жанту, Жарылқамыс билердің кесімді, тапқыр, өнегелі нақыл, шешендік сөздерін ойында сақтап өседі. Төленің әкесі Әлібек сөзге ділмар шешен болған кісі. Төле бала әкесіне еріп жүріп ел көреді, жұрт таниды. 15 жасынан ел билігіне араласып, өзінің ақыл парасаты, әділ шешімі, шешендік өнерімен көзге түседі. Ол жас кезінде жасы үлкен атақты абыз билердің алдынан өтіп батасын алған. Төле бала әуелі әкесіне барыпты. Жасы 100-ге тақап отырған әкесі ынтымақ, ел бірлігі жөнінде әңгіме айтып отырады. Төле, қалай еткенде бірлік болады, оның күші қандай болмақ? Деп сұрайды. Сонда әкесі жауап айтпас бұрын бір бума солқылдақ шыбық алдырады. Балам, мынаны сындырып көрші. Төле буылған шыбықты олай-бұлай иіп сындыра алмайды. Енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы. Төле ортасынан буылған шыбықты шешіп, біртіндеп пырт-пырт еткізіп, оп-оңай сындырып береді. Әлібек би, бұдан не түсіндің, балам? Дейді. Сонда Төле бала, бұл мысалыңыздың мәнісі, ынтымағы, бірлігі мықты елді жауда, дауда ала алмайды. Саяқ жүрген таяқ жейді, демекші, бірлігі, ынтымағы жоқты жауда, дауда, оп-оңай алады дегеніңіз ғой. Бәрекелді, балам, дұрыс таптың. Ел билеу үшін алдымен елді ауызбірлікке, ынтымаққа шақыра біл. Бақ, қайда барасың? Ынтымаққа барамын. Дегеннің мәнісі осы депті. Төле би бір жұма намазда өзінің би, болыс, жүзбасы, мыңбасылармен Түркістанға келіп, Қожа Ахмет Яссауи мешітіне кіреді, намазға тұрады. Намаз тамам болған соң, мешіт бөлмелерін аралап, Құдайы садақасын беріп, көпшілікке қарап. Біз бүкіл ұрпағымызбен Ақсақ Темірге алғыс айтуға тиіспіз. Біз оның аруағы алдында қарыздармыз. Ол біздің елге зор жаңалық әкелді. Қожа Ахмет Яссауидің күмбезін тұрғызды. Мұндай ғажап күмбез бұрын соңды жұртымызда бой көрсеткен емес. Бұған дейін даламыз өлі секілді еді. Ақсақ Темір сол өлі даламызды шырт ұйқыдан оятып, екінші Мекке салдырды. Меккеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, бұл екеуінен құдіретті, киелі әулие жоқ. Осындай халқымызға жақсылық сыйлаған қолбасшының аруағына әрдайым дұға оқып, оны еске аламыз депті. Мұндай ғибратты нақыл сөз, өсиетнамаларды кезінде Төле би көп айтқан. 9 жасар 790-дағы Төле биге сәлем бере барыпты. Сонда Төле би, бата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа, не қалайсың, балам? Депті. Жетес бала, о қасиетті, баба, ат берсеңіз өліп қалады, тон берсеңіз тозып қалады. Ат тонға бергісіз өлмейтін, өшпейтін, өмірі естен кетпейтін бір өсиет айтсаңыз, соған ризамын депті. Онда қолыңды жай, балам, деп Төле би. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Қараны қара, деп қарала. Өзегің талса, өзен жағала. Басыңа іс түссе, көпшілікті сағала. Өзіңе өзің кәміл бол. Жауыңа қатал бол. Досыңа адал бол. Әумин, деп ата беріпті.